Қабылдау басталды. Балалар өнер мектебі түрлі бағыт бойынша оқушыларды қабылдайды. Ыстық су болмайды. Язев көшесінде жөндеу жүргізілуде. Қаламызда Жасыл ел еңбек жасағының биылғы маусымы ресми түрде қорытындыланды. Жабылу рәсімінде қала тұрғындары мен қонақтарына арналған ауқымды мәдени шара өтті. 2005 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан Жасыл ел жобасы жастарды еңбекке баулумен қатар табиғатты қорғауға және қоршаған ортаға деген экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталып келеді. 3 ай бойы қаланың көркеюіне үлес қосқан еңбекқор жастарға құрмет ретінде Жастар скверінде мерекелік бағдарламада маусымның үздіктері марапатталды. Міне осымен біздің 25 жылдағы жазғы маусымдағы Жасыл ел сарбаздарының жұмысы аяқталды. Қазіргі таңда жабылу салтанатында жүрміз. Жыл сайын жастардың саны осы жерге қатысатын артып келе жатыр. Келесі жылға дейін сіздермен қоштаспаймыз, тек кездескенше дейміз. Жасыл ел жастарды біріктіріп, ортақ мақсатқа жұмылдырды. Еңбек маусымының жабылуында жергілікті өнерпаздар өнер көрсетті. Ал арнайы шақырылған әнші Ильяс Қабдырай әуезді әндерін орындады. Қатысушылар әсем ән тыңдап, би билеп, естелікке суретке түсіп, мерекелік шараның жоғары деңгейде өтуіне үлес қосты. Қаламызда жылу беру маусымына дайындық қызу жүргізілуде. Жұмыстар қазір Язев көшесіне де жетті. Мұнда орамішілік құбырлар толық ауыстырылуда. Ауқымды жобаның жүргізілуіне байланысты бірқатар мекенжайларда ыстық су уақытша тоқтатылады. Мамандардың айтуынша ыстық су қазан айының басында қосылады. Оған дейін жылу жүйесін қысыммен тексеру және жуу жұмыстары толығымен аяқталуы тиіс. Былтырғы жылы біз Қадыржанов көшесінен бастап Мұхамеджанов көшесі 29 үйге дейін диаметрі 325 жылу құбырын ауыстырғанбыз. Биылғы жылы осы жұмыстар жалғасатын болады. Осы бүгіннен бастап Мұхамеджанова 27, 28, 29, 30 үйде, Сәбитов көшесі, Сәбитов ықшам ауданы 16 үйде, және осы Язев көшесінің бойында орналасқан барлық объектілерде, мейрамханаларда ыстық су уақытша тоқтатылатын болады. Жаздың аяқталуына санаулы күндер қалды. Қала тұрғындары үшін бұл маусымда ыстық су болмағаны белгілі. Енді көп ұзамай жылыту маусымы да басталмақ. Айта кету керек, қазіргі уақытта жылу жүйелерін жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Негізгі күш алдағы қысқы маусымға дайындыққа жұмылдырылған. Биылғы ауқымды жоба аяқталуға жақын. Жауапты мекеме өз кезегінде қала бойынша орамішілік және магистральды құбырларды толықтай жаңарту жұмыстарын жалғастыруда. Балалар өнер мектебінде жаңа оқу жылына қабылдау жүргізілуде. Фортепиано және скрипка сыныптарына балалар 6 жастан бастап қабылданады. Ал вокал, гитара, қылқобыз және театр бағыттары бойынша 4-5 сынып оқушылары өтініш бере алады. Көркем өнер бөліміне 5 жастан бастап жазыла алады. Айта кету керек, әр бөлімге қабылдау іріктеу арқылы, яғни балалардың шығармашылық қабілетіне байланысты жүргізіледі. Оқу ақысы айына 3000 теңге. Балалар өнер мектебінде бізде 4 бөлім жұмыс жасайды. Олар музыка бөлімі, хореография бөлімі, көркем өнер бөлімі және театр бөлімі. Осы балаларға біз қазір қабылдау жүргізіп жатырмыз. Қабылдау үшін баланың қабілеттеріне байланысты бізде әңгімелесу жаңағы емтихандар жүргізіліп жатыр. Оқу ақысы бізде 3000 теңге. Балалар қабылдап жатырмыз. Келулеріне болады. Балалар өнер мектебінде балалар 9 сыныпқа дейін білім алады. Оқу тәмамдаған соң барлығына бірдей сертификаттар табысталады. Айта кету керек, мектепке түсу е-дарын платформасы арқылы жүргізіледі. Қажетті құжаттар тізімі: бір ата-ананың жеке куәлігі, баланың жеке басын куәландыратын құжат, және де 027 нысанындағы медициналық анықтама қажет. 28 тамыз күні сағат 11:00-де Мағауия Хамзин атындағы Мәдениет сарайында Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың Балқаш қаласы тұрғындарымен кездесу өтеді. Жиын барысында қаланың әлеуметтік-экономикалық даму жоспары талқыланып, тұрғындар көкейіндегі сұрақтарын қойып, өз ұсыныстарын енгізе алады. Өтініштерді алдын ала жинау үшін арнайы жұмыс тобы құрылған. Азаматтар өз сауалдарын жұмыс күндері сағат 9:00-ден кешкі сағат 18:30-ға дейін 419-35 телефон арқылы немесе электронды поштаға жолдай алады.